Айран құрамы мен қасиеттері бойынша сүтке ұқсас, бірақ ұйытылғаннан кейін құрамы өзгеріп, пайдалы бактериялардың саны артады. Ағзамызда қоршалған зиянды бактерияларды жойып, иммундық жүйемізді нығайтуда. Бұл бактериялардың пайдасы зор. Айранның пайдасын бүгінгі ұрпақ та жақсы біледі. Дәрігерлер әрбір науқастың рационында міндетті түрде айран болғандығы жөн дегенді жиі айтады. Науқас адам саулығы үшін түрлі дәрілерді қабылдайтыны белгілі. Олардың барлығы да пайдалы деп айту қиын. Ішек қызметін бұзып, қарын түктерін қабындырады. Видеоны соңына дейін көріп, тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Айранмен бірге қабылдаған адамның жазылуы тез болады. Себебі айран ағзадағы зат алмасуға қатысып, иммундық жүйенің жұмысын жақсартады. Осы тұста айранның бірнеше емдік қасиетін айта кетсек. Бірінші, жоғарғы қан қысымы бар адамдар күнделікті тамақтан 30 минуттан кейінгі күніне 200 мг 2 уақыт ішіп отырса, қан қысымы біртіндеп төмендетеді. Нерв қызметінің қауіпсіздігінен ұйқының қашуына күнделікті жатар алдында бабымен әзірленген айраннан 1 стақан ішіп жататын болса, тыныштандырып, ұйқыңызды жақсартады. Қан аздыққа, иммунитет әлсіздікке жақсы әзірленген айраннан күніне 2 рет 1 стақаннан ішкен жөн. Бұл денсаулықты біртіндеп қалпына келтіріп, иммунитеттің жақсаруына өзіндік оң әсерін тигізеді. Айранды күнделікті ішіп отыратын болсаңыз, денедегі артық майды ыдыратып, артық салмақтан арылуға көмектеседі. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер.